Кімнің иманы Тәңіріге, шын қиямет күнге сенімді болса, көршісіне жақсылық жасасын, қонағын құрметтесін, сөйлесе жақсы әңгіме айтсын, не мүлде үндемесін. Кімде-кім Тәңіріге шын қиямет күннің болатынына, дінге сенушілердің көңіліне кірбің, жүрегіне қорқыныш ұялатпасын. Кімде-кім менің атымнан жалған хадис жазып таратса, тозақтың қалаған жерінен өзіне орын таңдай берсін. Біреуді жақсы жолға салған адамға сол оң жолда бара жатқан адамның сауабы бұйырады. Кімде-кім мақтан үшін жасанып киім кисе, сол киімді шешіп тастағанынша Тәңірінің рахмет назарынан аулақта болады. Кімде-кімге адамдар шынымен наразы болса, оған Тәңірі де наразы. Залымның залымдығын біле тұрып, оған жәрдем беру үшін үзеңгі қағыстырып, бірге жүрген адам исламнан шығып қалады. Кім-кімде біреуге ақшалай қарыз не садақа берсе, немесе адасқан адамды жолға салса, бір құлға азаттық әпергендей сауапқа ие болады. Доспен бір жыл араздасып жүру, оның қанын төгумен барабар. Кімде-кім өзгеге рахымды болмаса, ешкім оған рахымды болмайды. Кімде-кім адамнан ұялмаса, Тәңіріден де ұялмайды. Қайсы бір кісіге Тәңірі жақсылық жасағысы келсе, оны діни және адам хақысын зерттейтін ғылымдарға ынтықтырып қояды және оған оң жол сілтейді. Тосын келген қайғылы өлім, дінге сенуші үшін ақ өлім, жеңіл жүріске салынған бұзық адам үшін қасірет. Дінге сенуші үшін айна секілді. Олар біріне бірі дос, бауыр және біріне бірі қол ұшын беруші, мал басының жоқтаушысы. Діни сенушілер ортақ қабырғалары бір жан-жан салынған үйлер секілді, біріне бірі сүйеу болып жүрулері керек. Адамдардың малына, жанына қас қылмайтын адам нағыз діндар адам. Қате істерден, күнәдан ізін аулақ ұстайтын кісілер нағыз мұхажыр.